Барлықтарыңызға сәлем, Гүлдер әлемі каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеом малатчай гүлі туралы болады. Малатчайды үй жағдайында қалай күтіп баптау керек? Малатчай нені ұнатады, нені ұнатпайды? Қандай топырақта отырады, қалай көбейеді? Осылар жайлы айтатын боламыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Малатчай бұл күтімді қатты қажет етпейді, және де суккулентный гүлдердің қатарына жатады, көп суды қажет етпейді, және де өте қарапайым гүл, тез көбейетін гүлдердің қатарына жатады. Жарықта жақсы өседі. Күннің қызу күндерде, мысалы терезенің алдында қалған жағдайда төзімді гүл. Кейбір көп гүлдер негізі күннің ыстығына төзбейді. Жаздың күндері терезенің алдына қатты ыстық күнге қоя алмаймыз. Малатчайлар сол күнге төзімді болып келеді. Бұлардың биіктігі міне өздеріңіз көріп тұрғандай 2-3 метрге дейін өсіп кете береді. Және де ортадағы сабақтары ағаштанып, кәдімгі тал ұқсап өседі. Осы майда сабақтарын кесіп, тамырлатып көбейтуге болады. Әр буыннан сабақ ашып, осылай көбейеді. Және тез көбейеді, тез тамырлайды. Ешқандай капризный гүл емес. Жаңадан гүл өсіруді бастап келатқан ханымдар болса, осы малатчайды сіздерге ұсынар едім. Малатчайлар суды жақсы ішеді жаздың күндері. Топырақтан қатты кеуіп кеткенін ұнатпайды. Егер топырақ қатты кеуіп кетсе, дереу жапырақтарын қуратады, не болмаса түсіреді. Жарық аз болса да жапырақтары түсіп қалады. Жарық жеткілікті болса, мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай жай қалып өседі. Күн суыта бастаған кезде малатчайларға суды азырақ құямыз. Себебі топырақ жақсы кеппейді ғой, сол себептен суды азайтамыз, арасын ұзартамыз. Жаздың күндері жиі суаратын болсаңыздар, қыстың күндері аздатсаңыздар болады. Негізінде күтімі жақсы болса, малатчайлар әртүрлі түсте гүлдейді. Және де малатчайлардың түрлері көп. Мына жерде қазір мен сіздерге көрсетіп отырғаным бұл жасыл түсі. Осы малатчайдың дәл осы түрінің бордовый түрлері және жапырақтарының түсін айтып жатырмын. Бордовый жапырағы бар, түрлі жапырақтарының түстері барлар бар, және де тікенекті малатчайлар бар. Түрлі түсті гүл ашатын малатчайлар бар. Барлығының күтімі бірдей деп айта алмаймын, бірақ өте қарапайым, қатты капризный емес, суыққа төзімді. Қыстың күндері салқын бөлмеде қалып кететін жағдай болса, суыққа төзімді және ыстық ауаны да жақсы көтереді. Егер де топырағы, суы, жарығы жеткілікті болса, жақсы өседі, тез өседі. Осылай көптеген сабақтар шығарып, отростықтар шығарып, сіз әдемі декоративный жапырақтарыменен көзіңізді қуантып, бөлменің ауасын тазартып тұрады. Пайдасы сол. Күндіз оттегі бөледі, уже түнге қарай көмірқышқыл газын бөледі. Бірақ сол күндіз бөлінген оттегіден біздің бөлмедегі көптеген инфекциялар жойылып кетеді екен. Ал енді пересадкасына келетін болсақ, малатчайлар топырақты құм араластырып еккен дұрыс, өзінің керекті құмы, перлиті араластырып еккен дұрыс, және де ауа өткізгіш топырақ болғаны дұрыс. Теравита болсын, универсальный топырақ болсын, оған перлит қосып, кара қосып, жақсылап отырғызсаңыздар болады, және астына дренаж жасауды ұмытпаңыздар. Және де көбейту жолы осы сабақтарын кесіп аласыздар. Астыңғы жақтарын, жапырақтарын алып тастап, топыраққа тығып тамырлатсаңыз да болады. Суға салып тамырлатсаңыз да болады. Мінекей бүгін малатчай гүлінің күтімімен, көбеюімен, малатчай нені ұнатады, нені ұнатпайды, бәрін көрдіңіздер. Малатчайларды негізі сквознякта қалдыруға болмайды. Сквозняк деген барлық гүлдің жауы десем болады. Назарларыңызға рахмет.